Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. Зерттеу сұрағы: дербес қазақ мемлекетін сақтап қалудағы Абылай ханның рөлі қандай? Мақсаты: Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатына талдау жасаймыз. Абылай хан қазақ тарихындағы ең ұлы мемлекет қайраткерлерінің бірі. Ол шамамен 1711 жылы дүниеге келген. Оның шын есімі Әбілмансұр. Абылайдың ата-бабасы Шыңғыс ханнан тарайтын төре тұқымынан шыққан. Ол жас кезінен қиындықты көп көріп өсті. Әкесінен ерте айырылып, жас Әбілмансұр жетім қалады. Біраз уақыт ел арасында белгісіз болып жүреді. Ол біраз уақыт Төле бидің қолында тәрбиеленіп, сол үйде өседі. Төле би оған Сабалақ деген ат береді. Бұл кезеңде ол қарапайым қызметкері атқарып, ел ішіндегі жағдайды, билік жүргізу жолдарын терең түсініп өседі. Кейіннен ер жетіп, ерлік көрсетіп, өзінің төре тұқымын екенін жария етеді. Төле бидің тәлім-тәрбиесі Абылайдың кемеңгер хан болып қалыптасуына зор ықпал етті. Бірақ өзінің ерлігімен, ақылымен көзге түсіп, көп ұзамай ел билігіне араласа бастайды. Ол қалмақтарға, жоңғарларға қарсы соғыстарда ерекше ерлігімен танылып, қазақтың батыры ретінде аты шығады. Абылай хан орта жүздің ханы болғанымен, бүкіл қазақ халқының бірлігін сақтап, елді сыртқы жаулардан қорғауға кемеңгер басшы ретінде танылады. 1771 жылы Әбілмәмбет қайтыс болған соң, қазақ сұлтандары мен билері Абылайды орта жүздің емес, 300-дің ханы ретінде Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде ақ кигізге көтеріп, хан етіп сайлайды. Бұл қазақ хандығының бірлігін нығайту жолындағы аса маңызды тарихи сәт болды. Дегенмен 300-дің толық саяси бірігуіне оңай болған жоқ. Әр жүздің өзіндік билері мен сұлтандары болған. Абылай хан осыдан кейін бірнеше жыл бойы билік жүргізу арқылы ішкі қақтығыстарды тоқтатып, жүздер арасындағы байланыстарды күшейтті. Абылай хан ел басқару ісінде дана саясат ұстанады. Ішкі саясатта ол қазақтың 300-ін біріктіруге тырысты. Ру тайпалар арасындағы алауыздықты азайтып, бір тұтас мемлекет құру жолында еңбек етті. Қазақтың хандары мен сұлтандарының, билері мен батырларының басын қосып, бірлікке шақырды. Сыртқы саясатта Абылай хан өте ұстамды жол ұстанды. Бір жағынан Ресеймен, екінші жағынан Қытаймен қарым-қатынастар реттей білді. Бұл екі ірі империя арасында тепе-тең саясат жүргізіп, қазақ жерінің тұтастығын сақтап қалуға тырысты. Сонымен қатар Жоңғар мемлекетінің әлсіреуін тиімді пайдаланып, бұрын қазақтардан тартып алынған жерлерді қайтарып алды. Абылай хан туралы көптеген жазба деректер сақталған. Орыс шенеуніктері мен саяхатшылардың естеліктерінде, Қытай мұрағаттарында, сондай-ақ қазақтың өз ауыз әдебиетінде оның ерлігі мен даналығы кеңінен айтылады. Қазақтың ғұлама тарихшысы Құрманғали Халидұлы, Шоқан Уәлиханов, Әлихан Бөкейханов, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы сияқты тұлғалар Абылай ханның өмірі жайлы құнды мәліметтер қалдырған. Бүгінде Абылай ханға арналған ескерткіштер Қазақстанның бірнеше өңірінде бар. Ең танымал Көкшетау қаласындағы Абылай ханның резиденциясы. Сонымен қатар Астана қаласында, Түркістан мен Алматы қалаларында да ескерткіштер қойылған. Бұл ескерткіштер халықтың өз ханын құрметтеп, ұмытпайтынының белгісі. Абылай ханның кеңесшісі әрі жыршысы болған Бұхар жырау. Ол Абылайдың дана батыр, ел қамын жеген көсем ретінде жырлады. Бұхар жыраудың хан Абылай атыңыз жоқ болмастың бәрі жоқ қылдың деген жолдары оның ханға деген құрметі мен бағасын көрсетеді. Жырау Абылайдың болашағын болжап, ел ішіндегі бейбітшілік пен бірлікті нығайту жолындағы істерін мадақтап отырды.
Бірінші тапсырма. Абылай ханның көрші елдермен қарым-қатынасы бойынша кестені толтырыңыз. Екінші тапсырма. Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатына байланысты Wordwall платформасына мәліметтерді сәйкестендіріңіздер. Кәне оқушылар, Абылай ханның өміріндегі 5 маңызды оқиға бойынша мына жылдарға жауап беріп көріңіздер. 1711 жылы, 1733 жылы, 1759 жылы, 1771 жылы, 1781 жылы. Бұхар жырау Абылайдың жанында жүріп, оның ақылшысы болды. Ол Абылайды былай деп суреттейді. Сен алтын тақта отырған хан едің, хандықтың басын ұстаған жан едің. Жауға шапсаң алдыңда, жауырын жерге тимеген нар едің. Абылайдың есімі ел жадында. Ол ел бірлігі мен жер тұтастығы үшін аянбай тер төкті. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан сол бабалар арманының жалғасы. Абылай ханның 3 арманы туралы аңыз әңгімелер мен жыраулардың жырларында айтылған. Тарихи деректерге сүйене отырып, халық жадында сақталған Абылай ханның 3 арманы мынадай. Қазақ елінің басын біріктіру. Абылай хан 300-дің басын біріктіріп, бір тұтас қазақ мемлекетін құруды армандады. Ел ішіндегі алауыздық пен тартысты тоқтатып, ұлт бірлігін нығайтуда мақсат етті. Екінші арманының бірі жер мен елді сыртқы жаудан қорғау. Қазақ жерін жоңғар, Қытай, Ресей секілді алпауыт елдердің шапқыншылығымен аман алып қалу оның басты армандарының бірі болды. Ол елдің шекарасын берік сақтауды көздеді. Үшінші армандарының бірі тәуелсіз дербес қазақ хандығын сақтау. Абылай хан сыртқы елдермен дипломатиялық қатынастар орнатып, қазақ халқының тәуелсіздігін сақтау үшін саяси айла тәсілдер қолданды. Оның арманы ешкімге тәуелсіз, бейбіт өмір сүретін ел болу еді. Бұл армандар Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатынан айқын көрінеді. Абылай хан елінің азаттығын аңсаған, 300-дің басын қосып бірліктің туын көтерген көреген көсем айбынды қолбасшы. Оның ерлігі мен даналығы, елге сіңірген еңбегі, бүгінгі ұрпақ үшін өшпес өнеге, елдік пен ерліктің символы. Халқының бақыты үшін аянбай тер төккен ханның аты тарих бетінде алтын әріппен жазылған. Абылай мәңгілік ел мұраты жолындағы ұлт рухының шамшырағы. Абылайдың рухы қазақпен бірге жасай бермек. Елі барда ер ұмытылмайды. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.